Түнгі кездесу. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Лаура үйде жалғыз еді. Күннің жұмысынан кейінгі шаршау әлі бойында. Бірақ терезеден көрінген жаңбырдың жеңіл сыбдыры оған бір түрлі тыныштық сыйлады. Шам жарығы бөлмені жылы алтын түске бөледі. Ал сырттағы жаңбыр дыбысы оны өз әлеміне тартып, ойға шомдырады. Таңғыдай беймаза тыныштықты есіктің қатты қағысы бүлдірді. Лаура сәл қорқып есікті ашты. Сол сәтте оның көз алдында Ержан тұрды. Көршісі мейірімді әрі тартымды. Оның бетінде жеңіл күлкі, қолында сүлгі, ал киімдері жаңбырдан сәл дымқыл екен. Кешірші, Лаура, жаңбырдан тығылып кеттім, деді Ержан жылы, бірақ бір сәл ыңғайсыз үнмен. Лаура кідірмей оны ішке шақырды. Қонақ бөлмеге кірген Ержан іштегі жылы ауаға бірден бауыр басып, сәл жеңілдеп теріні дірілдететін бір нәзік жылулық сезді. Шай ішеміз бе деп ұсыныс жасады Лаура. Иә, рахмет, деді Ержан. Олар ас бөлмесіне отырып, ыстық шайға қол созды. Бірінші сәтте әңгіме жай ғана жаңбыр, жұмыс пен көрші туралы болды. Бірақ біртіндеп үндері жұмсақ, әңгімелері терең сезімге толы бола бастады. Көз қарастар кездесті, жеңіл күлкілер естілді. Қолдары кездейсоқ жанасып, екеуінің де беті сәл қызарып кетті. Бұл түн ерекше екен, деді Лаура. Бірақ сөзінде жасырын қызығушылық бар еді. Иә, күтпеген сәттер кейде ең есте қаларлық болады, деп жауап берді Ержан. Әрі оның да даусында нәзік тартылыс сезілді. Осылайша бір қарапайым кездесу олардың арасында бір түрлі тартымдылық пен эмоция туғызды. Түн әлі алда еді, және бұл тек бастамасы болатын. Шай ішкен сайын олардың әңгімесі жеке сезімдер мен армандарға ауысты. Лаура өзінің балалық армандарын, болашаққа деген үмітін, кейде қиналған сәттерін бөлісті. Ержан сабырлы тыңдап, кейде жеңіл сұрақтармен жан-жаққа қызықтырады. Сәл кейінірек жаңбыр аздап бәсеңдеді. Бірақ олар бөлмеде отырып, бір-біріне жақындағанын сезді. Бір кездейсоқ жанасу Ержанның қолы Лаураның қолына тигенде бір түрлі діріл жүрегінен өтіп кетті. Екеуінің де тынысы бірдей жиілеп, көздері сәл ұзақ бір-біріне тіке қарады. Мен осындай сәттерді ешқашан ұмытпаймын, деді Ержан, сәл сілкілеп, бірақ жүрек қала жылуымен. Лаура да өз сезімдерін жасырмады. Тек нәзік жымиып жауап берді. Мен де. Бөлмеде үнсіздік орнады, бірақ бұл тыныштық сәл кернеулі әрі тәтті болды. Шамның жарығы олардың бетін алтын түске бояп, тереңірек тартымдылық туғызды. Бұл түн олардың жүректерінде ерекше орын алатынын анық еді. Лаура мен Ержан бір-біріне жақындай түсті. Бір сәтте Ержан оның иығына жеңіл қолын қойып, жылы күлкісімен қарады. Лаура жүрегінің бір түрлі дүрсілін сезіп, аздап кернеулі болды, бірақ ол кернеу тәтті әрі қызықты еді. Сенің көздерің тіпті жаңбырдан кейінгі түн сияқты жұмсақ көрінеді, деді Ержан. Үнінде шынайы таңданыс бар. Лаура беті қызарып бір сәт үнсіз қалды. Олардың арасындағы ауада жұмсақтық пен тартылыс бір-бірімен үйлесіп тұрды. Қолдары тағы да кездейсоқ жанасып, екеуі де сәл дірілдеді. Бұл тек бір жанасу емес, олардың бір-біріне деген нәзік сезімдерінің белгісі болатын. Ол түннен пайда болған эмоцияны толық сезіну үшін көздерін жұмып, демін терең алды. Ержан да оның сезімін бөлісу үшін жақындап, оны жеңіл құшақтады. Сол сәтте бөлмеде тек олардың тынысы мен жүректің соғысы ғана естілді. Мені қорқыныш сезімі емес, тек жылулық пен сенім билеп тұр, деп сыбырлады Лаура. Иә, менде де дәл солай сеземін, деді Ержан. Олар бір-біріне жақын отырып, тек ішкі сезімдерге көңіл бөліп, тыныштықта ұзақ отырды. Сырттағы жаңбыр баяу басылып, түннің салқын ауасы терезеден еніп тұрды. Бірақ бөлмедегі жылулық бәрін жеңіп, бұл түн ерекше әрі есте қаларлық болды.
Уақыт бір сәтте тоқтап қалғандай еді. Ержан мен Лаура бір-біріне қарап ештеңе айтпай, тек бір-бірінің қолын ұстап отырды. Көршінің қарапайым жылуы, қолының жанасуы, жеңіл күлкісі бәрі жүректегі тартылыс пен эмоцияны күшейтті. Лаура жүрегінің соғысын тыңдай отырып бірдеңені түсінді. Бұл кездейсоқ кездесу, бірақ оның естелігі өмір бойы есте қалатын болады. Ержан да дәл сол сәтте бұл түннің екеуіне де ерекше екенін сезді. Сенің жаныңда болу біртүрлі тыныштық береді, деді Ержан. Үнінде нәзіктік бар. Мен де дәл солай сеземін, деп жауап берді Лаура. Түн біраз өткеннен кейін олар бір-бірін құшақтап, жылы күлкімен бөлмеден шықты. Бұл түн екеуінің де жүрегінде нәзік орын қалдырды. Ол тек нәзік жанасу мен эмоционалды байланысқа толы болды. Лаура мен Ержан бөлмеде отырып, бір-біріне деген нәзік тартылысқа мән берді. Шамның жарығы олардың бетін жылы алтын түске бояп, көз қарастарын ерекше сезіммен толтырды. Әр жанасу жеңіл, бірақ жүректі дүрсілдететін. Ержан, сенің жаныңда уақыт басқа екен сияқты, деді Лаура. Даусы жеңіл, дірілдеген. Ержан оның сөзін тыңдап, жауабын асықпай таңдады. Менде сондай сезімде, бәрі баяу, бірақ жүрек бір сәтте бәрін түсінеді. Сол сәтте Ержан жеңіл қолын Лаураның иығына қойды. Лаура көздерін жұмып, демін терең алды. Бұл жанасу бір мезетте қорқынышсыз, тек жылулық пен сенімге толы болды. Олардың жүректері бірдей соғып, тынысы үндесіп кетті. Мені қиялдағыдай сезім билеп тұр, деді Лаура. Күлкісі жұмсақ әрі ұқыпты. Солай болса, мен де осы сәтте есте қалдырғым келеді, деп жауап берді Ержан. Олар бір-бірінен көзбе-көз қарап отырды. Бөлмедегі тыныштық та тек жаңбырдың сыбдыры мен жүрек соғысы естілді. Бір-біріне жақындаған сайын эмоциялар шиеленісіп, түннің ерекше сәттері пайда болды. Ержан Лаураға бір сәл жақындап, қолымен оның қолын ұстап, жеңіл сырқытты. Лаура жүрегінің дүрсілін сезіп, бірақ сәл қорқып емес, тек жылы әрі тәтті сезімге беріле түсті. Сенің жаныңда болу ерекше, деді Ержан жұмсақ дауыспен. Лаура жауап ретінде жеңіл жымиып, оның қолын қысқаша қысып қойды. Бұл қарапайым әрекет екеуінің арасындағы тартымдылықты күшейтті. Түн өте ерекше, деді Лаура, даусы өзінен өзі дірілдеген. Мен мұндай сәттерді бұрын ешқашан сезбегенмін. Солай екен, деді Ержан. Бұл түн бізге ғана арналғандай. Бөлмеде олар ұзақ отырып, бір-бірімен жылы әрі нәзік байланыста болды. Көз қарас, жеңіл жанасу, күлімсіреу бәрі жүректеріне жылы сезім қалдырды.